Здравствуйте, я Кудайберген Венера, студентка первого курса Высшего медицинского колледжа города Алматы со стажем 40 лет по специальности сестринское дело. Могу сказать, что моя профессия – моя гордость. Великий мыслитель Абу Наср Аль-Фараби сказал: если хочешь сделать что-то, будь в этом экспертом. Поэтому я хочу рассказать о настоящем и будущем выбранной мной профессии. А теперь я хочу передать следующее слово своей напарнице Ахметовой Асель. Медицина қызметкері деген кең ұғым қастерлі мамандық. Бұл мамандық иелерінің жауапкершілігі де мол, атқаратын жұмыстары да баршылық. Халық денсаулығы қоғамның басты байлығы десек, тұрғындар саулығын сақтауда күндіз-түні тынымсыз еңбек ететін олардың рөлі қашанда ерекше. Қазіргі күнде әлемді жайлаған коронавирус пандемиясы кезінде де біздің ақ халатта абзал жандарымыз аянбай еңбек етуде. Міне, медицина мамандығы қашанда адам өмірімен тығыз байланысты деп айтсақ болады. Медицина мамандарының қызметі кеше де, бүгін де, болашақта да өз маңыздылығын жоймайтын мамандықтардың бірі деп толық сенімде айта аламын. Және де кез келген жерде жұмысқа тұруда еш қиындық болмайды. Яғни 2021 жылдың статистикасына сүйенетін болсақ, медицина мамандары сұранысқа ие 5 мамандықтың бірі екен. Кез келген уақытта сұранысқа ие мамандық екенінің бірден-бір дәлелі осы деп ойлаймын. Енді осы ойымызды нақтылау үшін бүгін біз медицина мамандығы кеше, бүгін, ертең тақырыбында номері 7 қалалық ауруханасының бас дәрігері Ақберген Шолпан Аскаровнамен сұхбат жүргізбекшіміз. Сізге сұрақ қойсам болады ма? Болады, сәлеметсіз. Сіз болашақта медицинаны қалай көресіз? Болашақта медицинасын бұдан да күшті көремін. Қазірдің өзінде бізде мінекей уже 2 жылдың ішінде қанша өзгерістер бар. Мынандай қағаз жазу неден құтылдық. Қазір бәрі цифровая медицина дейді. Сондықтан бәрін тек электронды түрде жазып жатырмыз. Оның бәрі өшірілмей сақталады, өмір бойына сақталып қалады. Сондықтан бұдан да күшті, бұдан да заманауи медицина деп ойлаймын болашақта. Ал келесі сұрағым, сіз осы мамандықты болашақ жастарға кеңес бересіз бе? Әрине, кеңес беремін. Өйткені біздің қазіргі заманның өзінде Қазақстанның медицинасының болашағы өте зор. Қазірдің өзінде дамыған медицина деп ойлаймын. Сосын басқа оқуды бітіріп алып, жұмыс таба алмай қалтасында дипломы бар қаншама жастар жүр мысалы. Оның қасында біздерге қазір медицина қызметкерлері тапшылық қой. Сондықтан да оқу орнын бітірген медицина қызметкерлерінің, медицина оқуын бітірген жастарға жұмыс әрқашанда табылады деп ойлаймын. Сондықтан әрине кеңес беремін. Рахмет сұхбатыңызға. Біз осымен әрі жалғастырайық. Ал енді осының бәрін қорытындылай келе, ақиық ақын Мағжан Жұмабаев жазғандай: арыстандай айбатты, жолбарыстай ғайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген ойларын жалғастыра отырып, қазіргі уақытта медициналық мамандықты таңдаған жастарымыз еліміздің көркендеуіне, халқымыздың денсаулығын қорғау жөнінде елеулі үлес қосады деген сенімдемін.